Жақсы. Олай болса бастадық. Қаржылық есеп барлық кәсіпкерлерге негізгі ақша санауды жақсы көретін кәсіпкерлерге ең қолайлы есептің түрі. Неге екенін мен сіздерге түсіндіріп өтетін боламын. Кез келген кәсіптің түпкі мақсаты, әрине мен айтпасам да, ол пайда табу. Және ол пайда мол болса деген ойдамыз. Ол кез келген кәсіпкердің жаңағы түпкі арманы, мақсаты сол. Ал кәсіптің иесінің басты мақсаты кәсіпті ұйымдастыра білу, соның нәтижесінде кәсіпті табысты ете білу. Осы кез келген мен мықтымын деген жаңағы кәсіптің басшысы, жеке кәсіпкер болсын, директор болсын, қалай болған жағдайда оның мықты емес екендігінің көрсеткіші ол қаншалықты бизнесті ұйымдастыра біледі және соның нәтижесінде кәсіпті табысты ете алады. Сол көрсеткішпен ғана өлшейді. Басқа мысалы оның басқаша оны ешқалай біз суреттей алмаймыз. Егерде кез келген жеке кәсіпкер кәсібін ұйымдастырып, адамдардың басын қосып және сол кәсіптен табысты етсе, сол кәсіпті, яғни ол мықты кәсіпкер деген сөз. Ал кей жағдайларда, енді қараңыздар, негізі кез келген кәсіп басында жаңағы жақсы басталып, белгілі бір деңгейге жеткенге шейін жаңа ақша түсіп отырады да, бір белгілі бір деңгейге жеткен кезде, яғни кәсіп ақырындап дами бастаған кезде, жұмысшылар ала бастаған кезде, арендаға офис алып, болмаса бір точка арендовать етіп, тағы да бір қосымша нелер шығындарды ете бастаған кезде, кәсіптің қаншалықты табысты емес екендігінен адам шатаса бастайды. Өйткені былай бір қарасаңыз, постоянно қалтаңызда ақша жүреді, былай бір қарасаңыз жаңа бәрі дұрыс сияқты, бірақ бір даму жоқ, бір орында тұрған сияқты жағдайда қалатын кездер болады. Яғни кәсіптің дамуы баяулайды, тоқтайды, кейбір жағдайда кері кетеді дейді. Өйткені кәсіпкер үшін оның қатесінің құны теңге. Яғни кез келген кәсіпкер кәсібін арғылай дамытам деп ақша сала бастайды, рекламаға ақша салады, сайт жасатады, басқа қосымша жұмысшылар алады, компьютер алады, яғни кәсібімді дамытам деп қосымша ақшаны шығарады да, бірақ ол оған өзі ойлағандай табыс әкелмеуі мүмкін. Яғни сондай іс істегендеріндегі түпкі нәтижесі ол бұрынғы тауып жүрген ақшасына жетпей ақша тауып қалуы мүмкін, тіпті кері қарай кетуі мүмкін. Яғни ол кәсіп иесінің дұрыс шешім қабылдай алмағандығының салдарынан болады екен. Неге дұрыс шешім қабылданбайды? Өйткені кез келген кәсіпкер негізгі екі фактор бар екен, ол бүкіл назарын ақшада ұстайды екен. Яғни барлық фокус ақшада. Яғни ақша түссе табыс бар, ақша жоқ болса табыс жоқ деген миында сондай бір түсінік қалыптасады. Және екінші, ақшаға деген қате пікір, яғни ақша туралы пікірі, мысалы, менің кәсібімдегі бар ақшаның барлығы менікі деп ойлайды, яғни мен ол ақшаны ретсіз шығара берем деп ойлайды, яғни ақша төңірегіндегі пікірі дұрыс болмайды екен. Енді осы жерде бір нәрсе айта кететінім, кез келген кәсіпкердің ең алғашқы жаңағы істейтін дүниесі, ол өзінің ақшасы мен кәсіптің ақшасын бірмен бірі шатастырмау керек екен. Екеуін қалай шатастырған кезде сіз қаншалықты кәсібіңіздің табысты емес екендігінен шатасасыз біріншіден. Екіншіден, жалпы сіздің есебіңіз дұрыс болмайды. Өйткені сіз күнделікті есеп жүргізіп отыру керексіз. Жаңағы өзіңіздің кәсібіңізге байланысты. Ал ол кәсіпке сіз өзіңіздің қалтаңыздағы ақшаны салып араластыратын болсаңыз, болмаса керісінше кәсіптің ақшасын өзіңізге жеке бір басыңызға жарататын болатын болсаңыз, онда сіздің кәсібіңіздің есебі дұрыс болмағандығы. Ал дұрыс шешім қабылдау үшін не керек деген сұрақ туындайды онда. Ол үшін кәсіп иесі көре білу керек өзінің кәсібін, оны өлшей алу керек және ықпал ете алу керек. Көре алу үшін, өлшей алу үшін оның кәсібі цифр тілінде сөйлеу керек. Яғни қанша кіріс кірді, қанша шығыс шықты, қанша таза пайда, кім саған қанша қарыз, сен қанша қарызсың біреуге. Яғни осылардың барлығы сізде болжаммен емес, нақты цифрмен болу керек. Сол кезде ол кәсіпкер шешім қабылдап, жаңағы әлгі кәсіпке ықпал етеді екен. Яғни ықпал ету кәсіптікке жаңағы кәсіпті цифрмен көру деген жерге келген кезде қаржылық есеп деген түсінік көмекке келеді. Яғни
соны кәсіп иесіне көрсете алатын жаңағы құжатты соны қаржылық есеп деп айтады. Мен бухгалтерлік есепке байланысты вебинар өткізген кезде қаржылық есептілік туралы біраз айтып өткен болатынмын. Сол қаржылық есептікке енді өзіне жеке тоқтап, осыны ары қарай дамытамыз. Естеріңізде болса, қаржылық есептің назарында келесідей 5 түрлі фактор жаңағы жағдай, 5 түрлі нәрсе болады. Ол сіздің кәсібіңіздің активтері, сіздің кәсібіңіздің міндеттемелері, меншікті капиталыңыз, кірістеріңіз және шығыстарыңыз. Назар аударып қарасаңыз, мен қасына активтер жіктеледі, міндеттемелер жіктеледі, кірістер жіктеледі деп әрқайсысын жіктеледі деп қойдым. Қалай жіктеледі? Активтер өз кезегінде ішінде бөлінеді екен. Қысқа мерзімді активтер және ұзақ мерзімді активтер. Қысқа мерзімді активтер өзінің құнын 1 жылдың ішінде жоятын, яғни 1 жылдың ішінде айналымға айналып кететін активтерді қысқа мерзімді активтер дейміз. Ал 1 жылдан ұзақ уақыт сізге қызмет қылатын және сізге пайда әкелетін активтерді оны ұзақ мерзімді активтер дейміз. Міндеттемелері дәл солай. 1 жылдың ішінде сіз ол міндеттемелерді өтеп тастайтын болатын болсаңыз, ол міндеттеме қысқа мерзімді міндеттеме, ал ол міндеттемені өтеу уақыты 1 жылдан жоғары болатын болса, ол ұзақ мерзімді міндеттеме деп аталады. Меншікті капитал деген ол кәсіп иесінің өзінің бизнесіне салған қаражатын меншікті капитал дейді. Яғни сіз кәсіпті бөлек бір ақша шығаратын коробка сияқты ретінде қарау керексіз. Бірақ ол коробка сізге ақша шығару үшін сіз басында бір белгілі көлемде ақша салу керексіз. Яғни осы белгілі көлемде салған ақшаңыз ол сіздің меншікті капиталыңыз. Одан кейін кәсібіңізде кірістер болады және кәсібіңізде шығыстар болады. Осының барлығын түгел қарайтын жаңағы есептілік ол қаржылық есептілік деп аталынады. Енді естеріңізде болсын, мынандай келесі бір парадоксты айтайын. Ақша ешқашан тең болмайды пайдаға. Яғни біз көп адамдар ойлаймыз. Біздің қалтамызда ақша бар, шотымызда ақша бар, кассада ақша бар, яғни менің кәсібім пайдалы деп. Болмаса керісінше, шотта ақша жоқ, кассада ақша жоқ, яғни менің кәсібім мүлдем пайдасыз ба деген ой туындауы мүмкін. Бірақ ондай ойдан сізді ада қылу үшін мен мына бірінші тұрған формуланы сіздерге көрсетіп қойдым. Ақша тең емес пайдаға. Өте көп жағдайлар бір қарағанда ақша көп, ақшаның саны көп, бірақ нақты жаңағы кәсіптің несін есептесең, жаңағы табысын, кірісін, шығысын, қаржылық есебін қарасаң, ол кәсіп кейде болады убыточный, жаңағы кері көрсеткішпен жұмыс істейтін кәсіптер болады. Болмаса керісінше үнемі ақша жетпей жүретін кәсіп болады. Үнемі ақша жетпейді. Шотында ақша жоқ, үнемі ақша жетпей жүреді. Бірақ қаржылық есебін қарайтын болатын болсаңыз, ол кәсіп өте пайдалы, өте жаңағы прибыльный кәсіп түрі болады екен. Сол үшін кез келген кәсіпті бағалаған кезде, оны есептеген кезде ақшаны есептеген дұрыс, бірақ ақшамен қоса бөлек пайданы да есептеу керек екен. Ары қарай кеттік. Сол себепті ақшаны есептейтін жаңағы есеп түрі, есептілік түрі ол өз бір бөлек, оның аты ақша қаражаты қозғалысы есебі деп атайды. Яғни ақшаның айналымын, ақша қозғалысын есептейтін осы есептің түрі орысша отчет движение денежных средств деп аталады, ағылшынша cash flow дейді. Яғни сіздер естіген шығарсыздар бұндай сөздерді. Яғни осы сөзді естісеңіз, бұл есептер ақша қозғалысын есептейтін есеп. Бұл ешқандай пайданың көрсеткіші бұл жерде мүлдем жоқ. Пайда туралы әңгіме болмайды. Ал пайданы есептейтін екінші есептілік түрі ол пайда мен шығындар есебі деп аталады. Орысша атауы отчет о прибылях и убытках деп аталады, ағылшынша P&L деп аталады. Яғни бұл сөздерді естісеңіз, ол компанияның пайдалы емес, яғни қызметінің нәтижесі қалай болып жатыр, осы сұраққа жауап беретін есеп осы пайда мен шығындар есебі деп аталады екен. Ары қарай. Ақша қаражаты қозғалысы өз кезегінде, өз ішінде қозғалу мақсатына байланысты үш түрлі жаңағы қызметке бөлінеді екен. Яғни
ақша қозғалысы есебін қараған кезде ол үш түрлі қызметтен тұрады: операциялық қызмет, инвестициялық қызмет және қаржылық қызмет. Әрқайсысына жеке-жеке тоқталамыз. Операциялық қызмет дегеніміз ол компанияның күнделікті тыныс тіршілігіне қатысты ақша қаражат қозғалысы. Мысал ретінде алып қарайтын болсақ, сатып алушыдан аванс ақша түсті, болмаса сіз арендаға ақша төледіңіз, салық төледіңіз, еңбек ақы төледіңіз. Яғни компанияның күнделікті жаңағы жай қарапайым жағдайда жұмыс істеп жатқан кездегі ақша айналымын осы операциялық қызметтегі ақша айналымы деп атайды екенбіз. Инвестициялық қызмет бойынша ақша айналымы дегеніміз ол компанияның дамуы мен активтерінің ұлғаюына кеткен ақша қаражаты қозғалысы екен. Яғни сіз компьютер сатып алдыңыз, станок сатып алдыңыз, болмаса ескі бір көлігіңізді сатып жібердіңіз. Яғни сіздің өзіңіздің негізгі қорға қатысты, негізгі қор деген основные средства, соларға қатысты істелінген сатып алғаныңыз, сатқаныңыз ақша қозғалысын инвестициялық қызметтегі ақша қозғалысы деп атайды екен. Мейлі естеріңізде сақтаңыз. Қаржылық қызметтегі ақша қозғалысы дегеніміз компанияға қаражат тартумен байланысты ақша қаражаты қозғалысын айтады екенбіз. Яғни несие алу, пайыз төлеу жаңағы несие бойынша, болмаса дивиденд төлеуде осы қаржылық қызметке байланысты ақша қозғалысына жатады. Сондықтан миларыңыздан бірден қайталап айтам. Кәсібіңіздің пайдалы, пайдасыз екендігін ақшаның бар жоғымен өлшемеу керексіз. Босыны бірден миыңызға құйып алыңыз. Өйткені пайданы есептейтін есептілік түрі ол пайда мен шығындар есебі деп аталады. Оған өтпестен бұрын мен сіздерге бір жағдайды айтайын. Сіздер маған сол жағдайға есебін шығарып беріңіздер. Мен сіздердің қазір қаншалықты пайданы дұрыс есептей алатындарыңызды, есептей алмайтындарыңызды тексергім келеді. Мысалға айталық, клиенттен алдын ала төлем түсті. Клиенттен алдын ала төлем түсті. 300 мың теңге. Екінші, басқа бір клиентке тауар саттыңыз 700 мың теңгеге. Сол сатылған тауардың өзіндік құны 400 мың теңге екен. Өткен ай үшін еңбек ақы төледіңіз 100 мың теңге. Осы айға еңбек ақы есептедіңіз қызметкерлеріңізге 200 мың теңге. Жаңа станок сатып алдыңыз. Құны 150 мың теңге екен. Осы айға амортизация есептелінді 50 мың теңге. Енді маған, мен сіздерге қазір жауабын айтпай тұрып, осы есептің жауабы таза пайда қанша, соны маған айтып берсеңіздер. Ал видеоны көріп отырғандар, мысалы ертеңгі күні видеоны көретіндер, сіздер видеоны паузаға басып қоясыздар да жаңағы жауабын шығарасыздар. Одан кейін қайттан видеоны қосқан кезде мен қазір жауабын айтатын боламын. Енді маған сіздер жазсаңыздар, жауабы қанша болады есептің? Маған комментарийға жазсаңыздар, мен көрсем деп едім. Сіздер қаншалықты дұрыс есептей аласыздар, есептей алмасыздар. Соны білсем деп едім. Мен өкінішке орай сіздердің комментарияларыңызды көріп отырған жоқпын.
Мен өкінішке орай сіздердің комментарийларыңызды көріп отырған жоқпын. Маған комментарий жазыңыздаршы. Неге? Мына есептің жауабы таза пайда қанша шығады? Мен сіздердің қаншалықты пайданы есептей алатындарыңызды біріншіден білейін деп едім, одан кейін барып жалпы пайданы қалай есептеу керек, соған тоқталсам деп едім. Өйткені көп кәсіпкерлер пайданы қайталап айтам, ақшамен ғана есептейді. Ақша бар болса пайда бар, ақша жоқ болса, яғни мен кәсібімде пайда жоқ деп ойлайды. Мысалы, мындай жағдай болуы мүмкін. Кәсіп мысалы бүкіл ақшаға товар сатып алып тастайды. Мысалы, ол товарды келесі уақытта, келесі кезеңдерде сату үшін. Ол кәсіпті мысалы пайдасы деп айтуға келмейді ғой. Өйткені ол ақшасы жоқ, но оның орнына товар бар. Жақсы, өкінішке орай мен сіздерден комментарий көріп отырған жоқпын. Бірақ енді өзім ойлаймын, сіздер бұл есептің жауабын дұрыс шығаралған шығарсыздар деп, табысты дұрыс есептей алған шығарсыз деп. Егер де дұрыс есептей алмасаңыз, онда қазір мен пайданы қалай есептеу керек, сол жайында айтам, сол жерде сіздер көресіздер. Дұрыс жауабы 50.000 теңге таза пайда қалды. Егер де сізде осындай 50.000 теңге қалған болса, онда сіз пайданы дұрыс есептей алдыңыз, болмаса, яғни сізге сәті түсті дұрыс есептеп қалдыңыз деген сөз. Ары қарай, енді пайда мен шығындар есебін жасауда екі қағида бар. Ол екі қағиданы үнемі сақтау керек. Бірінші қағида ол есептеу әдісін қолдану, яғни метод начисления дейді. Ол қағидаға байланысты кірістер мен шығындар ақшамен өлшенбейді. Қашан сіз өзіңіздің міндеттемелерді орындаумен ғана өлшенеді. Яғни сіз өзіңіздің сатып алушыңыздың алдында міндеттемеңізді, товарды жеткізіп беру, болмаса қызмет көрсету бойынша міндеттемеңізді орындаған кезде, яғни ол табыс табылды деген сөз. Керісінше сіздің алдыңызда сіздің жеткізіп берушілеріңіз болмаса, сізге қызмет көрсететіндер міндетін орындаса, яғни ол жаңағы өзінің сізге қызметін көрсетті деген сөз, міндеттемесін орындады деген сөз. Яғни айтайын дегенім, метод есептеу әдісі бойынша сіз қашан табысты заработать еттіңіз, яғни сол табысты табуға өзіңіздің міндеттемеңізді, қызметіңізді, болмаса товарыңызды жеткізіп беріп, өзіңіздің мойныңыздағы міндеттемеден құтылдыңыз, сол айда, сол кезеңде ғана сіз оны табыс пайда деп есептей аласыз. Екіншісі сәйкестік қағидасы. Яғни мысалы сіз 100.000 теңгеге товар сатып алдыңыз, мысалы осы айда. Және сол 100.000 теңгеге сатып алған товардың жартысын ғана осы айда саттыңыз. Яғни сіз осы айдың табысын есептеген кезде сол жарты қанша товар саттыңыз, тек қана сіз сол сатылған товардың ғана өзіндік құнын осы айдың есептілігінде көрсету керексіз. Өйткені сіз 100.000 теңгеге товар сатып алған кезде сізден ақша кеткенмен, бірақ оның орнына сіз 100.000 теңгеге товар алдыңыз ғой. Яғни пайданы есептеген кезде шығыс пен кіріс екеуі бірімен бірі сәйкес түрде қарастырылады. Мысалы сіздің қоймаңызда 10 компьютер бар, сіз 10 компьютердің біреуін сатқан кезде, сіз пайда ретінде сол бір компьютердің құнынан сол бір компьютердің өзіндік құнын алып тастайсыз да, одан қалған пайдасын, яғни сәйкестендіріп отырып аласыз да, содан қалған пайдасын сіз өзіңізге пайда деп есептейсіз. Жалпы пайда мен шығындар туралы есептің құрылымы, ол жалпы түсімнен алып тастаймыз шығыстарды. Біздің шығыстарымыз олар екі топқа бөлінеді: ауыспалы шығыстар және тұрақты шығыстар деп. Яғни осы екі шығынды алып тастаған кезде одан қалған айырманы
бізде экономикада EBITDA деген түсінік бар. Яғни EBITDA деген кредит, табыс салық және амортизацияға дейінгі операциялық пайда. Яғни осы кредитке байланысты шығынды алып тастамай тұрып, табыс салығын есептемей тұрып және амортизацияны есептемей тұрып, қалған жаңағы басқа тек қана барлық түскен түсімнен шығындарды алып тастаған кезде қалған айырмасын EBITDA деп атайды екенбіз. Сондықтан жалпы неміз осымен аяқталды бүгінгі қаржы есебіне байланысты вебинарымыз. Енді қараңыздар, бұл біз қалай тырысқанымызға қарамастан негізгі жаңағы бір сағаттың ішінде біз барлық ақпаратты, бір вебинардың ішінде барлық ақпаратты сіздерге беріп, сіңіріп үлгере алмаймыз. Біз бірақ менің мақсатым сіздерге жалпы сіздердің қаржылық сауаттылықтарыңызды арттыру мақсатында арттыру еді. Енді сіздерге айтайын дегенім, біз келесі аптада өзіміздің курсымызды бастағалы жатырмыз. Ол курс ең қарапайым бастапқы бухгалтериядан басталады да, одан кейін салықтық есеп, одан кейін қаржылық есеп. Яғни былай айтқан кезде сіздер осы 3 курсты өтудің соңында толыққанды бухгалтер, салықты өзіңіз есептей алатын жағдайға жетесіз, және өзіңіздің кәсібіңіздің. Болмаса, сіз бухгалтер болмасаңыз, бір жерге барып мен толыққанды бухгалтермін деп басқа бір салада бухгалтер болып кете алатын жағдайға жетесіз. Біз сол курсымызды бастаймыз, бірақ ең бірінші курсымыз бізде бухгалтерлік есепке байланысты өтеді. Ол курстың аты бастауыштарға бухгалтерлік есеп деп аталынады. Біз бухгалтерияның ең бастапқы әліппесінен бастап қаржылық есепті өзі жасайтын жағдайға дейін жеткізетін жағдайға алып келеміз. Курстың құны негізінен нарықтағы ол курстың құны негізінен 50 мың теңге тұрады. Бірақ біз сізге сол курсты 25 мың теңгеге ұсынбақшымыз. Және біз осы курсты жасау барысында көптеген бір қағидаларды жасадық. Яғни біз сіздерге түсінікті ететіндей, яғни біз берген сабақты уақытылы орындап, тапсырмаларды орындап отыратын болсаңыз, сіз толыққанды бухгалтер болып қалыптасатындай қылып жасадық курсты. Енді қараңыздар, курстың бағасы 50 мың теңге тұрады, бірақ біз сізге 25 мың теңгеге ұсынып отырмыз. Егер де сіз 19 қазанның кешкі сағат 5-ке дейін егер де бізге төлем жасайтын болатын болсаңыздар, 20 мың теңгеге сол курсты сіздерге сатамыз. Курс келесі аптада басталады. Барлығы ресми түрде мына Каспий нөміріне сіздер ақшаны жіберіп, комментарийға кім екен аты-жөнін жазып жібересіздер. Одан кейін біз сіздерге чектеріңізді барлығын береміз. Барлығы ресми түрде болады. Одан кейін ары қарай курс басталатын кезде біз сізді порталға тіркеп, сізді былай айтқан кезде жетектеп отырып, ең төменгі сатыдан жақсы бухгалтер сатысына шейін көтеріп береміз деп сіздерге уәде береміз. Олай болса, бүгінгі вебинар осымен тамам. Курсқа жазылыңыздар, курста кездескенше сау, саламат болыңыздар.